Қайырлы күн балалар, мен сендерге абакуспен есеп шығаруды көрсетемін. Абакус ауызша есеп шығаруды үйрететін құрал. Абакусты дүкендерден сатып алуға болады. Егерде абакус өзімізде болмаса, ұялы телефоннан Play Market'тен басып алуға болады. Қазір мен оны басып алдым. Кноу абакус дегенді басып алып, ойнап көріңдер. Ашайық. Міне үстін бастым. Ашылды. Мында жоғары жағында жасыл түспен берілген абакустың суреті бар. Соны басайық. Абакуспен есеп шығарудың бірнеше формулалары бар. Оны мен келесі сабағымда түсіндіремін. Қазір мен сендерге абакуспен қалай санауды, қалай есеп шығару керектігін көрсетемін. Мұнда 3 нүкте бар, көлденең қара нүкте. Соның 3-ші нүктесінен бастаймыз. Бұл бірліктер. Қараймыз. 1, 2, яғни жоғары көтеріп отырамыз. 3, бұл жоғары көтерген сайын біз қосып отырамыз. 4, мынау 5, 5-ке 1, 6, 6-ға 1, 7, 8, 9. 9-дан кейін міне мынау ондықтар, мынау қатар. 10, 20, 30, 40, төмен түсіреміз. 50, 50-ге 10, 60, 70, 80, 90. Мынау жүздіктер. Мынау мыңдықтар. 10 мың, 100 мың. Осылай кете береді. Жоғары жағындар мынау 50, 500, 5000. Яғни әр қатар, бірінші қатар мысалы. Бірлік, ондық, жүздік, 10 мыңдық деп көрсетіледі. Ал енді счет дегенді қарайық. Басайық. Осы бойынша санап көрейік. Мысалы 83. Мына бірінші қатар. Ондықтар, мына бірліктер. Мысалы 83, 50, 60, 70, 83. Бірліктер. 1, 2, 3, 83. Келесі 75, 50, 60, 70. Бірліктен қараймыз. 5, 75. 70 болса, бұлай болады. 5. 5. Келесі 9, 5, 6, 7, 8, 9. Осылай көрсетуге болады. Келесі. Простые. Екіншісін бастайық. Алып қосу. Повторениені басайық. Мынаны есептейік. Мысалы 4. 4 дейміз. 1, 2, 3, 4. Алу. 4-тен 4 аламыз. 1, 2, 3, 4-ті алдық. Енді мына жерде бұнда абакус бойынша қосамыз. 5-ті қосамыз. 5 шығады. Келесі. 6. 5, 6. Оған 2-ні қосамыз. 1, 2 және 1-ді қосамыз. 9 шығады. 1, 1-ге 6 қосамыз. 5, 6 қосамыз. Келесі. 2-ні қосамыз. 1, 2-ні қосамыз. 9 шығады. Келесі 3. 1, 2, 3. Оған 6-ны қосамыз. 5, 6-ны қосамыз. Минус 3 десе, 3-ті аламыз. Егер алдында минус болса, санын алып отырамыз. Егер де ештеңе жазылмаса, оны қосып отырамыз. 1, 2, 3 алып тастаймыз. Сонда 6 шығады. Міне осылай есептерді шығарып көріңдер. Келесі сабағымда мен сендерге формула мен
қалай есеп шығару керектігін көрсетемін. Менің каналыма жазылуды ұмытпайық. Және де лайк басып, комментарий жазайық. Сіздермен бірге болған Нұржан Мұрдашұлы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.